Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін осындай молочный девочка тортын дайындаймыз. Көп зат қажет етпейді. Үйдегі бар заттардан жасай береміз. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Әлі де көп рецепттер болады. Ең алдымен бір құты сгущенный молокомызды құйып аламыз, яғни қойылтылған сүтімізді. Содан соң 3 жұмыртқамызды саламыз, жақсылап араластырып аламыз. Содан соң ертілген сары майымызды саламыз. Жақсылап араластырып, ұнымызды електен өткізіп аламыз міндетті түрде. Содан соң қосқышымызды саламыз, жақсылап араластырамыз. Бөліп саламыз, бәрін бірден салып жібермейміз. Осылай жақсылап араластырып аламыз, біркелкі масса болғанша. Қамырымыз осындай болуы керек. Сұйықтығы. Менде табамның диаметрі 24 сантиметр. Осылай 5 қағаз қиып алдым. 5 қағаз белгілеп алдым. Осылай. Енді шамамен 3 қасықтай, 2,5-3 қасықтай саламыз. «180 градуста 17 минутта пісіп шығады. Қарап тұрмасаңыздар, тез пісіп кетеді. Міне 5 коржымды пісіріп алдым. Енді кремімізді дайындап аламыз. «500 грамм сливкиімізді жақсылап шайқап аламыз, қоюланғанша. Содан соң сахарный пудрамызды саламыз, 100 грамм. Және 100 грамм қойытылған сүт қосамыз. Мен творожный сыр, маскарпоне қоспадым. Тек қана сгущенный молоко құйдым, 100 грамм. Өте дәмді крем болып шығады. Осылай да жасап көріңіздер. Енді тортымызды жинаймыз. Шамамен 2-3 қасықтай крем салдым. Бұл жерде кальцио маңызды емес, бар болса пайдалансаңыздар болады, жоқ болса кәдімгідей жинақтай берсеңіздер де болады. Тортымызды жинақтап болып қалдым. Енді жарты сағатқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Өздеріңіздің қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Мен үстіне ертілген шоколад құйдым. Енді шоколадымызды дайындап аламыз. Осылай үстіне ыстық сливкиімізді құйып, жақсылап араластырамыз және жұмсақ бөлме температурасындағы сары майымызды саламыз. Мен осылай бірінші жасап алдым. Содан соң қалғанын бетіне құямыз. Тортымыз дайын болды. Тоңазытқышта 2 сағаттай тұрды. Бетіне шоколад құйған соң кремі сіңіп өзіне күшті болып шығады. Өте жұмсақ болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, үй іштеріңізді қуантыңыздар. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен бірге